организмimiz тексеріліп, өзіміздің организмimiz осыны қабылдап, өстіп жаңағы ары қарай осыны біраз уақыт ішкеннен кейін барып, нәтижесі болғаннан кейін барып сенімге кірдік. Өйткені мынау біріншіден мынау ELF8 деген бұл жаңағы азанда ішетін өте жақсы, былай айтқан кезде препарат, биопрепарат деп айтуға болады, органикалық препарат. Өйткені бұның ешқандай химикалық қоспасы жоқ. Бұл тек қана адамның денсаулығына өте жақсы әсер беретін себебі бұл біріншіден мынау адамның мынау көбінесе қазіргі заманда избыток веса дейді ғой, жаңағы артық салмақ. Сол артық салмақты орнына жағдай келтіріп, өзінің жағы жақсы сезінуге әсер береді. Мен өзім осы қазір осыны ішіп бастаған кезде 95 килограмм болған. Қазір уже 80 килограммға түсті, яғни 15 килограмм уже 4 айда түсіп. Қазір енді өзімді жеңіл санап, өте жақсы бір былай айтқан кезде дененің өзінің былай жеңілдігі де жақсы болады. Сол сияқты бұл өте жақсы препараттың бірі. Одан кейін бір мезгілдерде табиғи өнім, одан кейін бір мезгілде бір өзі болады ғой, адам жас келген сайын өзі әртүрлі аурулар шыға береді. Сол аурулардың енді бір несі мынау кішкене әйтеуір бір уайым болып, бір жағдай болып, сол кішкене бір жүректің шаншуы шықты. Сонымен сол шаншуы қалай болады екен деп, қай препараттармен қолдануға болып, ары қарай жағы жақсы әсер береді деп ойлап, содан кейін барып осы өзім ELF8 жақсы әсер бергеннен кейін осының қосымша шығаратын осы бикардия деген препараты бар. Бұл тек жаңағы арнайы жүрекке, жүрек тамырларға сондайға арналған өте жақсы препарат. Осыны да іштім. Осыны ішкеннен кейін сол кейбір кезде бір уайым жағдайлар болған кезде сол кішкене жүрек шаншулы шығып, кейіннен осыны ішіп бастадым. Осы бір ай ішкеннен кейін тегі қойып кетті. Қазір жиі осыны қолданып ішіп отырамыз. Бұның ешқандай несі жоқ, қиындығы анау 0,5 жағы бутылға араластырып алып, бір несін жартысын орнына, или болмаса бір флак несін жағы пакетін араластырып ақырындап ішіп жүруге болады күнделікті. Қазір енді оразамыз ғой, енді ораза болғаннан кейін бұны кешке жақын жағы жатарға сондай нелерді ішесін. Одан бөлек тағы да кешке жатарға анау бар ма, анау үлкен жағы анау акселер. Вот этот акселер деген. Міне осындай препараттарды қолданамын. Бұл енді анау тамыр жүйкесіне, былай орысша айтқанда нервный системаға өте жақсы әсер береді екен. Мынау жатарда, содан кейін жатқан кезде, жатардың алдында осыны жағы біреуі фиолетовый түрі болады, біреусі жағдай ақ капсулалар, бір-біреуінен ішіп, мысалы ұйқы деген өте керемет, сондай бір жақсы азанда жағы тынығып жағдай тұрасың. Өте жақсы препараттар, соған байланысты бұларды енді ары қарай қолдануға, ары қарай жағы осы препараттарды халыққа, елге ұсыну бойынша жалғастырамыз, жұмыс жасаймыз. Ол деген жағы біріншіден мынау адамның денсаулығының өзін жақсарту, екіншіден осымен ары қарай бизнес жасауға болады. Ары қарай өстіп жағдай, ары қарай елдер жағдай өзі алып, өздері жағдай өзі сезініп, мысалы да, сөйтіп ары қарай оны ұсынып, басқа адамдарға да жағдай ұсынса, содан кейін ары қарай одан өздерінің пайдасын да көреді, және де денсаулық жағынан да өте жақсы пайдасын көру мәселесі болады. Сол айтайын деген. Рахмет. Рахмет. Енді Ерлан